Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Көзімді ашсам, күннің жарығы терезеден төгіліп тұр. Сағатқа қарасам, мен бірінші рет оянғалы, бар болғаны 3-ақ сағат өтіпті. 3-ақ сағатта неше түрлі оқиға болып үлгерді. Шаршадым мен бұл кереметтерден. Енді ешкімге көмектескім келмейді. Өзім өліп қала жаздадым. Ал олар рахмет деп шығып кетті. Атамның кезінде жұрт кем дегенде бір дорба тәттісін, бір қап ұнын алып келетін. Әрине бай емес қой бәрі. Бастысы ризашылық сезімі ғой. Ал қазір ше, маған бір ауыз алғыс айтып кетіп қалды. Өлсең өле бер дегендей. Қандай тыныштық, тіпті құлақ тұнады. Асы үй жақта Лена тамақ пісіріп жүр. Бірақ кенет селк ете қалдым. Лена жоқ қой. Кім ол сонда? Тыңдап қалдым. Асы үй жақтан майдың қуырылғаны естіледі. Бойымды суық тер басты. Аяғыма ақырын тұрып, қолыма қару іспетті бір нәрсе іздедім. Ауыр ештеңе таппадым. Тек қалың кітап қана. Жарайды, жоқтан жақсы дедім де, кітапты қысып ұстап, пердені шетке серпіп қалмақ болдым. Сол сәтте перде өзінен өзі ашылып, алдымда Макс тұрды. О, социалистік еңбектің қаһарманы, деп күлді ол. Есіңді жия сала кітап оқуға кірісіп кеттің бе? Туф, Макс, адамды бұлай қорқытуға болмайды ғой, дедім демімді ішке тартып. Макс өзін жоғарыдан төмен қарай шолып шықты. Түсінбедім. Мен не кенет соншалықты қорқынышты болып кеттім бе? Деді ол әзілдеп. Тамақ жесің бе? Таба үстінде әскердің консервіленген ботқасы қызып жатыр екен. Менің бала күнімнен сүйікті асым. Әкем полигоннан оралғанда әрқашан сондай 1-2 банка келетін. Оны ашып, жылытып, бірге жеу, кәдімгі шағын мейрам секілдеді. Ох, мұны қайдан алдың? Дедім таңырқап. Орнын білу керек, деп жымиып қойды Макс. Сен бала сияқтысың, шын айтам. Осында сені жалғыз қалай жібергендеріне таңым бар. Жіберді емес, өзім келдім, дедім салқын дауыспен. Өмірімнің егжей-тегжейін ешкімге айтпауға үйренгем. Әсіресе осындай өмірде бар жоғы 2-3 рет қана жолыққан адамға. Мен ботқаны қасықтап алып, аузыма салып жіберіп жаттым. Ыстық, тілім күйіп барады. Бірақ тоқтау жоқ. Үрлеп, шайнап та үлгермей жұта бердім. Макс қарап тұрып күліп жіберді. Бірақ күлкісі бір сәтте өшіп. Надь, сен бүгін өзіңді өз қолыңмен өлтіре жаздағаныңды түсіндің бе? Деді ол салмақты үнмен. Қашан? Аңтаң болдым мен. Мүлде түсінбедім, не туралы айтып тұрғанын. Сол кезде, деді ол. Сен ұқпайсың ба? Ондай нәрсені дайындықсыз істеуге болмайды. Шынымды айтсам, бірінші рет естіп тұрмын, дедім мен иығымды жылыстатып. Қалайша, атаң ештеңе айтпаған ба? Мені мысалы әжем туған күнімне бастап тексерген. Бойымда қасиеттің ұшқыны бар ма деп. Таппаған соң да бәрібір үйретті, түсіндірді, көрсетті, деді Макс қатқылдау үнмен. Макс, тынышталшы. Шын айтам, мен бұл туралы ештеңе білген жоқпын. Тіпті атамның қандайды бір сиқырмен айналысатыны ойыма да кірмепті. Мен оны жай ермек, зерігудің амалы шығар деп ойлайтынмын. Бәлкім ол мені тексергенде болар. Бірақ менде ештеңе болған жоқ. Атам әрқашан бірінші немерені күтті. Ол туады, соған қасиетімді берем деп. Ал туылған мен. Біздің әулетте ешқашан әйелге қасиет берілмейтін. Одан басқа менің де қызығушылығым болған жоқ. Айттым ғой, маған бұл мүлде қызық емес. Енді тіпті айналыспайым да, қаламайым. Туф, сенде. Сонда қалай өмір сүресің енді? Кәдімгідей, енді бұнымен айналыспайым, бітті, дедім ашулы дауыспен. Бірақ сен онсыз өмір сүре алмайсың, деді ол шыдамсыздықпен. Егер жалғастырмасаң, өзің ауырасың, саған үйрену керек. Үйренгім келмейді, көмектескім келмейді. Барлығы кетсінші, мен тыныштықты, жалғыздықты қалайым. Макс бірдеңе айтқысы келді де, сосын қолын сілтеп сыртқа шығып кетті. Арада 10 минуттай өткенде есіктен қайта кірді. Жүр, күрке жапаға барып шай ішейік. Аулаға шықсам, үстелде самаурын жарқырап тұр. Тіпті күн сәулесінен де көз қарғардай жалтырайды. Жанында түрлі тосап пен бал құйылған шағын пиялалар тізіліпті. Мәссаған, Макс,
мұны қайдан таптың? Дедім таңырқап. Бұндайда сұрақ болады-ау. Үйден әрине, деп жауап берді ол менің кесеме ыстық шайды құйып жатып. Дәмі керемет, тура үйдегідей. Әсем көрініс, я? Деп мен айналама көз салдым. Анау бақтағы Мишканы қараш, деп Макс көзінің қиығымен сыртты нұсқады. Арқасын күнге беріп, артымен түктіріп, жүйектерді қопыстып жүр. Ұйқысын қандырып алып, енді ештеңе болмағандай жұмыс істеп жүр. Ал қарындасың қалай? Риза, деп жымиып қойды Макс. Қарасайшы саған қанша тосап салып бергенін. Мен пиаланы қолыма алып айналдыра қарай бастадым. Бір түрлі таныс көрінді. Сәлден соң есіме түсті. Дәл осындай ыдыстарды өзімнің жертөлемнен көрген едім. Сол кезде үй астындағы ескі жәшіктерді тазалап жүргенбіз. Ішінде дәл осындай фарфорлар мен кеселер бар болатын. Бір бөлігі сынған, бірақ көпшілігі бүтін еді. Макс, білесің бе, біздің жертөледе осындай ыдыстардың үлкен жәшігі тұр. Қарындасың айтшы, егер қаласа соны алып кетсін. Менің ішімді бір сұрақ мазалап тұрды. Ақыры шыдай алмай. Максим, айтшы, сен қайдан білдің ботқаны дәл сол сәтте жылытып, самауырынды да қай уақытта қою керегін? Макс иығын жылыстатты. Білген болды, ішкі сезім шығар. Досым, мені ақмақ етпеш, сен менен де жақсы көресің. Бәрін алдын ала сезесің. Ал өзіңде қасиет жоқ дейсің бе? Одан қалды менің өліп қала жаздағанымды қайдан білдің? Мен жай есімнен танып қалдым ғой. Біріншіден, ботқаны мен өзім аш болған соң жылыттым, деді ол күліп. Ал екіншіден, сенің 3 сағат ес-түссіз жатқаныңды есінен танып қалу деуге келе ме? Әрі сен айтып жүрген дуаң, ол жай дуа емес. Тұқым қуалайтын қарғыс, Надя. Ғасырлар бойы адамдарды басып келген ол. Ал сен не істедің? Бірақ қимылмен алып тастадың. Надя, сенің есің дұрыс па? Мен аңырып қалдым. Ауа жетпей көзім бұлдырап кетті. Қарғыс дейсің бе? Тағы қандай қарғыс? Дедім әрең сыбырлап. Надя, мен сенің атаңның дәптерлеріне не жазылғанын білмеймін. Бірақ сенің сөреңде әжемнің ескі дәптерлерін көрдім. Сен оларды оқып көрдің бе өзі? Жоқ, уақытым болмады, деп өтірік айттым. Туф, сенде бір, деп ашумен тістеніп сөйледі Макс. Қандай адамсың өзі? Мен болсам әлдеқашан бәрін 5 рет оқып шығатын едім. Ал сен көз жүгіртпей тұрып ақ, ең күрделі істерге кірісіп кеттің. Мен оған таңырқай қарап отырдым. Тап бір өзгеріп кеткендей. Алғаш кездескенімізде аузынан бар болғаны 4-ақ сөз шыққан. Соның бірі ақымақ еді. Ал қазір тоқтаусыз сөйлей отыр. Басымды алақандарыма қойып, мен оған қарап күлімсіредім. Макс байқады да сөзін үзіп маған қарады. Не? Деді күмәнмен. Максим, сен өзің түсінесің бе? Сенде ғажайып қасиет барын? Сен оны тіпті қасиет деп те санамайсың. Айтшы, ол саған қашанда болса көмектеспеді, бүгіннен басқа уақытта? Әрине көмектеседі, деді ол әзілмен. Мен шпорларды сонымен оқим, қалтамнан шығармайық. Мен сұраулы көзбен қарадым. Шынымен бе? Шын. Шпаргалкаларды үлкен параққа жазып, бұлай аяғыма жабыстырып қоям, деді де аяғыны қалай бекітетінін көрсетіп берді. Сосын емтиханға кіргенде мүлде уайымдамайым. Алдымда бәрі дайын, мәтін анық көрінеді. Сен қайда оқисың? Деді мен жай ғана әңгімені жалғастыру мақсатымен. Бірақ Макстың жүзі күрт өзгеріп кетті. Қабағын түйіп, маңызы жоқ, деді қысқа ғана. Бөлмедегі жылы әңгіме лезде үзіліп, ауа ауырлап кеткендей болды. Макс үнсіз тұрып, үстелдегі ыдыстарды жинай бастады. Мен оның қозғалысын бақылап отырдым. Ол менің кесеме қол созған сәтте, мен ақырын тоқтаттым. Макс, мені үйретші, білгеніңнің бәріне. Ол бір сәт ойланып, баяу басын изеді. Жарайды, мен көп білмеймін, бірақ саған не білем, соны үйретем. Ең бастысы, қарапайым дуаны тұқым қуалайтын қарғыстан ажырата біл. Қағазбен қалама кел. Макс қызып кетіп, түрлі түйіндер мен сызбаларды сала бастады. Мен бұрын жіп, шлейф деп жүрген сол нәзік қара ленталардың кейбірі мүлде дуамен байланысты еместігін түсіндірді. Мен жазып отырып, әр сөзін ішіме құйғандай тыңдап отырдым.
Бірақ неғұрлым көп білсем, соғұрлым бойымды үрей билей берді. Ленкамен болған оқиға менің есіме қайта-қайта орала берді. Қалай? Әрі ең бастысы, не үшін Лена осылайша бірнеше минуттың ішінде тұтас болашақ ұрпағына дейін жететін қарғысқа ұшырай алды екен? Мен сол қарғысты еш қиналмай, не істеп жатқанымды да толық түсінбей тұрып-ақ, шешіп тастағаным өзіме де қорқынышты болды. Ал ең үрейлісі, ішкі түйсігіммен Ленаның хикаясы оның өзінен емес, кем дегенде ата-анасынан басталғанын сездім. Мен мұны ешкім айтпай-ақ білдім. Жай ғана білдім. Және бұл сезім қайдан келгенін түсіндіре алмадым. Біз бірнеше сағат бойы отырғанбыз. Макс тоқтаусыз білгенін айтты. Әжесінің үйреткенінің бәрін тәптіштеп жеткізді. Оның білімі таңғаларлықтай терең еді. Бірақ мен неге екені белгісіз, мұндай біліммен адам ештеңе істей алмайды дегенге сене алмадым. Осынша тылсым дүниені біліп отырып, нағыз сиқыршы болмау мүмкін бе өзі? Іштей өз атама ренжідім. Неге маған ештеңе айтпады екен? Максим, айтшы, сен шынымен ештеңе істей алмайсың ба? Деп тағы да сұрадым шыдай алмай. Мүлде, сенімдімін. Басқа нұсқа жоқ, деді ол қысқа ғана. Ал сенің әжеңде қандай дарындылық болған? Дедім ақырын. Әлі де мойнысын алмай тұрсың ба? Деп күлді Макс. Бұл дарындылық емес, Надя, бұл қасиет. Әжемде көріп келді күші болды, өте мықты. Ол болашақты ондаған жыл бұрын көре алатын. Анамның өлімін де алдын ала айтқан. Тіпті сенің келетініңді де. Бірде мен одан сені қайдан табам деп сұрағанмын. Сонда әжем маған іздеме өзі келеді. Осы үйге өзі келеді де саған тоқ соққандай әсер етеді. Сонда түсінесің сол екенін деген. Макс күрт тынды. Кенет жүзіне бір ой түскендей болды. Тыңдаш, әжем мен ойлағаннан да әлдеқайда көп нәрсе білген екен. Ол сол кезде ақ саған бәрінде көмектесуді аманаттаған еді, деді ол ойлана. Демек, ол бәрін алдын ала білген. Меніңше ол маған айтып кеткеннің бәрін маған емес, саған арналған хат сияқты. Ол сенің таза парақтай дым білмей келетініңді білген. Иә, мүмкін. Бұл өмірде бәрі мүмкін. Мен өз атамның кім болғанында дұрыс білмейді екем. Қасында жүріп, бәрін көріп, ештеңе байқамағанмын. Ал менің әжем, деді ол аз кідіріп, шөппен де емдейтін. Жаз бойы тауға, орманға шығып, әр гүлдің, әр бұтаның қасиетін білетін. Тұнба май, жақпа жасайтын. Адамдарға көмектесетін. Біздің ауылда ол кезде тіпті фельдшер де жоқ болатын. Ал ол бәрін емдеуші. Сосын, бұл қасиет пе білмейм. Бірақ мені шын таңғалдырған бір нәрсе, ол әжемнің өлген тілдерді білуі. Ода үлкен бір кітап бар еді. Қалың, ауыр, былғарымен қапталған. Ескі қағаздары сарғайып кеткен, шамамен 300 жыл бұрын жазылған шығар. Бір күні мен қызығып ашып қарағанмын. Түк түсінбедім. Тек белгісіз иероглифтер мен қисық сызықтар. Ал әжем оны жапты да, бұл біздің әулеттің ең қымбат қазынасы. Бір күні сол қыз келіп, оның мәнін түсінгенде, біздің қарғысымыз жоғалады деген еді. Мен күрсіндім. Бірақ мен сенен ешқандай қарғыс көріп тұрған жоқпын. Ешқандай белгі, ешқандай жіп, шлейф, ешқандай дөңгелек, не жолақ та жоқ. Білмейм, шешетін дымда көріп тұрған жоқпын. Әжемнің айтуынша, егер сен бұл қарғысты алып тастамасаң, біздің әулет түбіне жетеді. Қасиет мүлде жоғалады, жер бетінде қалмайды. Ол осыған шексіз сенді. Кейде маған тіпті есінен ауысқан сияқты болып көрінетін. Ал менің атам, егер біздің қасиет жойылса, дүние еш кем емес, бәрінің де соңы болуы тиіс дейтін. Жоға, ол не дегенің? Деп күлді жігіт. Менің әжем сол қасиетке өлердей сенетін. Біздің қарғыс менімен бітуі керек еді. Сосын мен емес, қыз туу керек еді. Ол сөйтіп жиі айтатын. Өзінің де бала жағынан жолы болмаған ғой. Бізде де солай болған, дедім мен. Ер бала туу керек еді, бірақ мен туғанмын. Балалар! Кенет орнымнан атып тұрдым. Максим, мені балалар күтіп отыр. Отыр, деп қолын сермеді ол. Сен есік алдында ес-түссіз жатқанда балаларың келіп кетті. Мен оларға апайларыңды әбден шаршаттыңдыр, енді демалсын дедім. Ертең сағат 9-да мектеп алдында баспалдақта жиналады. Ақымақ,
деп күліп жұдырықпен иығына жеңіл ғана соғып қайта отырдым. Ал сенің әжеңде телепатиялық қасиет болған жоқ па? Деп сұрадым. Қандай қасиет? Жігіт таңырқады. Мысалы оймен қозғалту, дедім де үстел үстіндегі шынаяқты көтере бастадым. Бірақ балаға ем жасағаннан кейін әлсіреп қалғаным ба, шынаяқ қалқып тұра алмады да ішіндегісін тура Максқа төгіп жіберді. «Оу, ескертсеңші!» деп секіріп тұрып үстін сүртті. «Жоқ, болмаған. Енді не істеймін мен?» Оның түрін көріп еріксіз күлкім келді. Әлгі бала дәл дәретханаға үлгермей қалған сияқты еді. «Мүмкін үтіктеп кептірерміз бе?» дедім күлкімді әрең тежеп. «Бірақ егер дақ кетпей қалса ше?» «Қойш!» деп қолым бір сілтеді де қайта отырды. «Жарайды, осылай отырайын. Мұндай аптапта тез кебеді». Мен Макстың шолақ шалбарына қарап отырып, бар жоспарымның күл талқан болғанын түсіндім. Өкінішті. «Жарайды», деді ол бір сәт үнсіздіктен соң. «Сен бар, демал. Тек мына шынаяқтарды өзіңмен ала кет. Мен осында аздап отыра тұрайын. Бір түрлі ыңғайсыз болып қалды. Бәрін түсінем, бірақ қолдан келер қайран жоқ». Үйге кіргенімде есік алдындағы дәлізде беті сүлгімен жабылған бір кішкене табақ тұр екен. Сүлгінің ұшын сәл көтеріп қарасам, іші әдемілеп тізілген бәліштерге толы. Бірден түсіндім. Бұл ауыл адамдарының тағы бір сыйы. Бірақ таңертең Валерамен болған әңгімеден кейін көңілімде бір салқын сезім пайда болды. Кенет ойыма бір сұмдық ой сап ете түсті. Ал егер бұл алғыс емес, керісінше, зұлым мыстаннан құтылу үшін берілген сыбаға болса ше? Табақты қолыма алып үйге кіргізіп үстелге қойдым. Дәл сол сәтте бөлмеге қуырылған бәліштің хош иісі тарап, үйдің іші жылып сала берді. Бір сәт үстелдің жанында үнсіз тұрып қалдым да, ақыры өз-өзіме ерік беріп бір бәлішті аузыма салдым. Сәлден кейін үйдің ішін ретке келтірмек болып жүріп, өзімді әлсіз сезіне бастадым. Қой, жетер деп ойлап, тағы бір бәлішті алып жей отырып, төсегіме қисая кеттім. Үйдің іші жып-жылы, перделер жабық, бөлмеде жеңіл қою көлеңке, терезе мен есік ашық, салқын самал іштегі ауаны тазартып тұр. Қалжырағаннан ба, көзім ілініп кетті. Кенет көлік доңғалағының шиқ етіп тоқтаған дыбысынан шошып ояндым. «Надь!» деген Валераның дауысын естідім. «Мына бәле жігіт шаршаттау!» деп іштей тістендім. «Сенен тыныштық жоқ қой өзі!» «Надь!» енді дауыс есік жақтан шықты. Орнымнан тұруға мүлде зауқым жоқ еді. Бірақ амалсыз тұрып есікке қарай беттедім. «Надь, Зоинканың тәбеті ашылып тамақ жеді», деді ол есігімнің алдында тұрған күйі. «Соны айту үшін осында келдің бе?» «Жоға, не айтып тұрсың? Мені анам жіберді. Саған бірдеңе берсін деді», деп Валера қолындағы зергерлік дүкенінің сәндік бұйымдарына арналған қызыл барқыт қорапшаны ұсынды. «Маған ештеңе де керек емес», деді мен Валераның қолын өзімнен алшақтатып. «Анам сен бұл затты алу керексің деді. Өткенде сенің атаң әпкемді емдегенде бізде ештеңе жоқ еді. Тіпті нан да күн ара әзер табылатын. Бар ақша емге кететін. Сонда атаң жағдайларын келгенде рахмет айтарсыңдар деген еді». «Солай деді ме?» деп мен күмәндандым. «Я, солай деді. Анам дәл сол күн келді деді. Алшы өтінем». «Егер шынымен менің атам солай деген болса, онда алу керек шығар?» деп баяу жауап бердім. Мен әлі де күмәнданып тұр едім. Кенет арт жағынан Макс пайда болып, Валераның қолындағы қорапшаны алып, менің алақаныма қоя салды. «Ал», деді ол байсалды үнмен. «Бұл адамдардың алғысы. Алғысты қабылдамасқа болмайды». Валераның жүзі жайнап кетті. «Тағы бірдеңе алып келдім», деді ол күліп Максқа ымдап, «Жүр, кеттік» деді. Бірер минуттан кейін сырттан УАЗиктің қозғалып кетіп бара жатқан үні естілді. Ал артынан Макстың күңкілдеген даусы шығып жатты. Сыртқа шықсам аулада үлкен қап тұр екен. «Мынау ақымақ па немене? Ауылға картоба келіп тастады ғой», деп тістеніп қойды Макс қапты үйге сүйреп кіргізіп жатып. «Аш жертөлені», деді ол. Қапты төмен түсіріп байлауын шешті. «Охо, картоп деп осын айт», деп ысқырып жіберді Макс. Мен де төмен еңкейіп қарасам, жертөледегі ағаш жәшікте картоптың орнына алма, апельсин, алмұрт және атын да білмейтін өзге жемістер төгілген екен. Макс жертөледегі бір ыдысқа жемісті толтыра салып,
жоғары көтерілді. Сосын жемісті қорапшаның қасына үстелге ұқыптап қойды. Сен оның ішінде не бар екенін қарадың ба? Жоқ. Тіпті қарағың да келмей ме? Мен ауыр күрсініп қорапты қолыма алдым да әдейі бір қозғалыспен аштым. Сол сәтте екеуміз де дауыстап «Охо!» деп жібердік. Ішінде үлкен лағыл тастар орнатылған алтын сырғалар жатты. Макс артымда үнсіз тұрды. Бір сәт ойланып тұрып, «Әлгі жігіт қазір не дегенін білесің бе? Қарындасыңды қорғап жүр. Ол сенің ең қымбат қазынаң» деді. Мен оған «Біз туыс дегенді қайдан ойлап таптың» десем, «Айнаға жиірек қараңдар, бір-біріңе қатты ұқсайсыңдар» деді. Біз бір-бірімізге үнсіз қарап ұқсастық іздеп тұрғанда, аула жақтан Люба тәте естілді. Ол қақпаны ашпай тұрып-ақ дауыстап келе жатты. «Надя! Надь! Саған милиция неге келгіштеп кетті?» Үйге кіріп келгенде екеумізге таңырқай қарап қалды. «Балалар, сендерге не болған?» «Люба тәте, біз ұқсаймыз ба?» дедім мен. Біз екеуміз бір мезетте бастарымызды бұрып, оған қарадық. Тәтей біраз қарап тұрды да күліп жіберді. «Бұл не, әзіл ме? Айнаға қарадыңдар ма өздерің?» «Міне, 5 минут бұрын бізге дәл солай, айнаға қараңдар, сендер аға мен қарындассыңдар» деді. Люба тәтей қолдарын бір сілтеп, жамбастарын шапалақтап күлкіге қарқ болды. «Ой, күлдірдіңдер ғой балалар, мұны сендерге кім айтып жүр өзі?» «Бізге жиі келетін милициядан». «Әй, Надя, анау милиционер бір түрлі емес пе?» деп көрші тәте саусағын шекесіне тақады. «Ондайлардан аулақ жүрш, қызым». «Иә, біз де солай ойлап едік», дедім мен, газеттен орам жасап, соған жемістерді салып жатып. «Алыңыз тәте, дәм татып көріңіз». «Қой, Надюшка, өзің жей ғой», деп қолын сермеді Люба тәте. «Мен саған бағана бәліш әкеп тастағам. Келсем сабақ оқып жатыр екенсіңдер, мазаламай кетіп қалғанмын. Сол табағымды алайын деп келіп едім». «Ала қойыңыз», деп қолына жеміс салынған орамды ұстаттым. «Мына біртүрлі милициялар есалаң секілді. Ана жігіт маған бір қап жеміс арқалап әкеліпті, ал менде тоңазытқышта жоқ қой». Люба тәте дорбаны кеудесіне қысып, жемістердің иісін бір жұтты да, үстіне табағын қойып, суды төгіп алмайын дегендей ақырын басып үйіне беттеді. Ал мен Максты жертөлеге жіберіп, өзім газеттен тағы орам жасадым. Оны да жеміске толтырдым. Бұл Макстың жиендеріне сыйлық еді. Іштей бұл менің қонақтардан құтылудың да бір айлам болатын. Бүгін үйіме кіріп шықпаған адам қалмады. Макс сыртқа шыққан соң, мен есікті әдейі тарс жауып қойдым. Кешке қарай дала қараңғы түскенде, бөлмемнің терезесінен чешир мысығындай жымиып тұрған Макстың басы көрінді. «Надя, мен бүгін күрке жаппаға қонсам бола ма?» деді ол сыбырлап. «Тағы не болды? Сендер татуласып едіңдер ғой?» «Татуластық. Бірақ мен ол үшін емес. Бұл жер менің бала күнімнен ең жақсы көретін орным ғой. Сол күрке жаппада жатып аспанға қарасаң, бәрі баяғыдай, ештеңе болмаған сияқты. Бала кезіңе қайта оралғандай күй кешесің». Мен бір сәт ойланып қалдым. Баладан балалық шағын қалайша тартып алам? Оның үстіне бұл үй әжесінің үйі. Ал мен кіммін дейсің? Жалдамалы да емеспін. «Әрине жат, ешқандай мәселе жоқ», деді мен күліп. Қабырға түбінде тұрған жәшіктерге көз қиығымды салып қойып. Сол күні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Ой сан түрлі бағытта қашты. Мысалы, неге Валера мені мен Максты туыс деп атады екен? Өзі ғой менің ағам жоқ екен жақсы білетін. Өзі менің жағдайымды түгел білем деді ғой. Ал егер атам қайтқан болса, онда мұрагер не анам не мен болуым керек еді. Әлгі сөздерімен мені сынап көрді ме? Әлде әдейі түрткі салды ма? Әйтеуір ішім өртеніп ашуым келді. Негізі ол жаман ештеңе істеген жоқ, бірақ жақсылықты жасаған жоқ. Сол сынады деген ой жүйкемді жеп ұйқымды қашырды. Ақыры өзімді қолға алып сабырға шақырдым. Жарайды, ұмытуға тырысқаныммен бір қорытынды жасау қажет екенін де сездім. Мен тым жұмсақпын. Кім болса соған жаным ашып бәрін құтқарғым келеді. Ал шындығында үнсіз жүрген дұрыс қой. Ешкім білмесін, тыныш болайын десем де бұл ауылда құпия қалмады екен. Бәрі мен туралы біледі. Шындық бәрібір бір күні ашылады дейді ғой. Демек кету керек. Қалаға барып халықтың көптігіне сіңіп кету ең дұрыс шешім. Мен бастапқыда да осыны ойлап келгенмін ғой. 3 жыл жұмыс істеймін де кетем деп. Тек балаларды қимайым.
Таңертең оянсам, Макс жоқ. Сағат 7 болды. Ауыл үшін әсіресе жазда бұл кеш уақыт. Демек әлдеқашан өз тірлігімен кеткен. Мен 3 бәлішімді рахаттанып жеп алып, өзімді ретке келтіріп, мектепке ертерек бет алдым. Ойлағанымдай балалар мені күтіп отырген. Бәрі де аулада, мектептің сатысында бүрісіп отырған торғайлардай. Мені көре сала кішкентай жүздері жайнап сала берді. Бүгін біз Игнатий Романовичке ел аузында гарбуз ата атанған қарияға баруымыз керек еді. Біраз уақыт бойы біздің атамыз ауыл адамдарымен қатты ренжісіп, ешкіммен араласқысы келмеді. Тек кейбір кәрі шалгемпірлермен, бір-екі таныстармен және жиеннің отбасымен ғана сөйлесіп жүрді. Бірақ мен үлкен мен кішінің екі түрлі ұрпақтың бірге тату өмір сүре алатынын дәлелдегім келді. Өйткені ол жаны таза, мейірімді адам. Ал біздің оқушылар да тамаша ғой, ашық, ақ көңіл, қызығушылығы басым балалар. Мен оларға талай рет біздің жақта қауын қарбыз өсіру мүмкін емес. Себебі бұл өте нәзік өсімдік, ерекше күтімді, суды көп қажет ететінін. Бірақ ауылда бір ғана адам, нағыз сиқыршыдай, осындай кереметтерді істей алатынын айтып бергенмін. Балалар оның бақшасына баруға асығып, қарбыз өсіруге өз үлесімізді қосамыз деп ант берді. Бірде-бір көшетті бүлдірмейміз деп кішкентай қолдарын кеудесіне қойып уәде еткен. Әрине, қарт кісі біздің сапарымыз жайлы алдын ала ескертілген еді. Бірақ бастапқыда ол аса қуана қоймады. Күдікпен қарап, балалардың қызығушылығына сеніңкіремеді. Оны ұзақ үгіттеп, ең болмаса қалай өсіретінін көрсетуді өтінуге тура келді. Біз келгенде балалар хормен кәдімгі балабақшадағыдай амандасты. Сәлеметсіз бе, Игнатий Романович? Сол сәтте атамыздың жүзі нұрланып, еріксіз жымиып жіберді де, көңілі көтеріліп, бәрімізді бау-бақшаның ішіне бастап кірді. Балалар ілгері жүріп келе жатып, жолдағы әрбір өсімдікке таңырқай қарап, тіпті демдерін ішіне тартып, аяқтарын абайлап басып келе жатты. Бұл көрініс қарттың көңілін бірден жібітті. Сол күні бәріміз бірге жұмыс істедік. Балалар тыңдап, сұрақ қойып, қария болса сабырмен түсіндіріп отырды. Ол қалай егу керек, қалай суару қажет, зиянкестерден қалай қорғау керектігін әңгімелеп, әр өсімдікті өз баласындай аялап көрсетіп берді. Күн жылы, ауада жер мен шөптің иісі аңқып тұрды. Балалардың күлкісі мен қарияның жұмсақ дауысы араласып, бүкіл бақ іштей жанданып кеткендей еді. Балалар қарияның әр сөзін, ауыздарын ашып тыңдап, берген уәделерінде тұрып, бірде-бір өсімдікке зиян тигізген жоқ. Сол сәттен бастап олардың арасында көзге көрінбейтін бір жылылық, сенім орнады. Қарт та балалар да бір-бірін түсінгендей болды. Оларға аталары сондай ұнағаннан, тіпті күнде келіп таңнан кешке дейін осында жұмыс істейміз деп жарыса айтып жатты. Шынында да сондай ынта бар еді. Бірақ күн төбеге көтеріліп, аптап ыстық басталғанда, балаларды зорға дегенде үйлеріне қайтардық. Олар қақпадан шыққанда мен балалардың артынан қарап тұрып, біраз кідіріп қалдым. Ал, Игнатий Романович, қалай? Менің шәкірттерім ұнады ма? Дедім жымиып. Тамаша балалар екен. Көбірек ертіп кел, Наденька. Жалғыз өмір зеріктіріп жібереді. Ал бұлар болса, әрі көмек, әрі шаттық. Мен күліп жібердім. Мақсатым орындалған сияқты. Менде бір ой бар, дедім көңілденіп. Бәлкім, сіз әр балаға бір-бір көшеттен бөліп берерсіз. Әр қайсының өз қарбыз бұтасы болсын. Бәлкім 10 жылдан соң өзіміздің колхозымыз тек қарбыз өсірер. Қарт күліп басын изеді. Ой, Наденька, мен қызғанып, аяп тұрған жоқпын ғой. Тіпті бүлдіріп алса да ренжімеймін. Еңбек етіп, қызығушылықпен айналысса болды. Ал ең жаманы еңбек етпей бүлдіру, ұрлау. Сол жаман ғой. Онда келістік, дедім мен. Егер ішіңіз пысып кетсе, қонаққа келіңіз. Сіз баяғыдан бері үйіме соқпай кеттіңіз ғой, Игнатий Романович, деп көзімді қысып күлдім. Енді мен қайда барайын? Деді ол да күліп. Осындай көмекші отрядпен енді менде тыныштық жоқ. Кешке мен үйде жайлы креслода тоқуымды тоқып, теледидар қарап, күннің тыныштығы мен еңбектің рахатын сезініп отыр едім, кенет есік сарт етіп ашылды. Тынысы үзіліп, демі жетпей көршім ішке жүгіріп кірді. Надя, сен Игнат ағама не істедің? Деп таңдана күлді Люба тәте.
Сендер келіп кеткеннен кейін ол 10 жасқа жасарып кеткендей, темекіні тастаймын дейді. Қоймадан гармошкасын алып шыққан, соны тартып отыр. Ештеңе істеген жоқпын, деп жымыйдым мен. Бүгін Тимуршылар тобы болып барғанбыз. Игнат Романович әрқайсына бір қарбыз көшетін сыйлады, өсіріп көрсін деп. Әй, тегі білмеймін, деп қолын жайып Люба тәте күліп жіберді. Кеш батып айнала қараңғылана бастағанда Макс тағы келді. Әдетінше күрке жаппада түнеп қалды. Солай да қызық қой. Бәрі жақсы еді. Тек бір нәрсе мазалайтын. Максты қолға түсіріп үйдің ішін ретке келтіру арман боп кетті. Жексенбі таңында қақпамның алдына тағы милицияның ескі УАЗигі тоқтады. Ішінен Валера түсіп, машинаны айналып өтіп, есікті ашты да ішінен әйелге қолын ұсынды. Әйел шамамен 40-тың ортасынан асқан. Бұрынғы сұлулығының ізі ғана қалған. Бірақ ол ізді де қалың бояу мен косметика көміп тастаған еді. Шашы биік үлгіде қойылған, үстінде сәнді киім, мойнында жылтыраған алқалар, саусақтарында ірі жүзіктер, кәдімгі қала ханшайымы. Үйге кірген бойда ол айналаны менсінбей шолып өтті де, ернін сәл шүйіріп, «Сәлеметсіз бе?» деп амандасты. Менің шақыруымды күтпестен Валера ішке жылдам кіріп, бөлмемнен орындықты әкеліп әйелге ұсынды. Ол орындықты ақ орамалмен сүртіп, асықпай отырып алды. Қолындағы қолтырауының былғарысынан тігілген сөмкесін тізесіне қойып, салтанатты түрде қолдарын айқастырды. Валера есік алдында үнсіз тұрды. «Маған сізден бір нәрсе керек», деді әйел әмірлі дауыспен. «Бір адамды дуалап, маған ғашық қылып берсеңіз деймін. Суреті менімен бірге», деп сөмкесін сипады. Мен әйелден көзімді алмай, әзірше сабырмен Валерадан сұрадым. «Валера, бұл не? Сен кімді әкелдің? Қандай ғашықтық? Қандай дуалау? Екеуің ештеңені шатастырған жоқсыңдар ма?» «Надь, саған не қиын ба сонша?» деді ол сәл ыңғайсыздана. «Сенің қолыңнан келеді ғой, ол жақсы төлейді». «Мен бе?» дедім ашуым көтеріліп. «Сенің есің дұрыс па? Мен ол не екенін де білмеймін. Ондайды істей алмаймын да. Қаласаң сенің қарғысыңды өзіңе қайтарып бере алам», деп өтірік айттым. «Тіпті үстіне өзімнен де бір сыйлық қосып жіберем. Ал мына дуалау-муалау менің ісім емес. Зоинка жөнінде де қолымнан келмейді дегенсің. Бірақ істедің ғой. Демек бұны да істей аласың», деді Валера қырсыға даусын көтере. «Сен кімсің өзі маған бұйрық беретін?» деп шыдамым таусылып айқай салдым. «Мен не істеймін, не істемеймін саған есеп бермеймін». Бұндай өктемдік пен өзімсіну мені ызаландырды. Валерадан бұндайды күтпеп едім. Ал ана әйел болса менің таза үйімде отырғанына қарамастан, бетін тыжырайтып, хош иіс сіңген орамалымен өзіне желпіп қойды. Бетінде менсінбеу, тіпті жиіркеніш. Өзімнің сабырлы, мәдениетті болуға тырысқаныммен ішімде бәрі қайнап тұрды. «Валера, тез мына тәтейіңді алып, менің үйімнен жоғал», дедім нық үнмен. Бірақ әйел аяқ астынан бойын тіктеп, аяғын айқастырып өктем үнмен: «Саған не айтылса, соны істейсің. Әйтпесе өкінесің», деп бұйырды. Мен жай ғана орнымнан тұрып, оған еңкейіп барып, екі саусағыммен маңдайынан жеңіл ғана түрттім. «Мен жоқпын. Ешқашан да болған емеспін. Енді мені ұмыт. Ал енді жоғал». Әйелдің көздері тұманданып, үнсіз орнынан тұрды да есікке бет алды. «Надя, не істеп жатсың сен?» деп баж ете қалды Валера. «Мен бұдан қандай ақшадан айырылып тұрғанымды түсінбейсің бе?» Мен саусағыммен оны шақырып өзіме еңкейтіп алдым. Сол сәтте есіме бір кезде күлкілі көрінген фильмдегі сөз сап ете түсті. Сол саусағымен оның маңдайынан түртіп: «Тек айлығыңа өмір сүресің. Бір ай ықылық атып, мені еске алып отырасың. Ал кейін тіптен ұмытасың». Валера дәл сол сәтте шынымен ик деп ықылық атты. Мен оны есікке қарай бұрып, құйрығынан тіземен жеңіл ғана жылдамдық үшін итеріп жібердім. Ол ықылық атып жүгіріп, клиентін қуып жетті. 1 минут өтпей үйімнің маңындағы милицияның УАЗигі де олардың ізі де қалмады. Мен қалтырап тұрдым да, көз жасымды тия алмадым. Жақсылық жасасаң,
Жамандық күт деген сөз қайта-қайта миымда жаңғырып тұрды. Болды. Енді ешкімге ештеңе істемеймін. Енді көмектеспеймін, деп өзіме өзім сыбырладым. Терезе жақтан Макстың басы көрінді. Мен ол кезде енді жылап болғанмын. Тек ара-тұра ауыр күрсініп отырдым. «Сәлем», деді ол. «Не болды? Неге жылап отырсың?» Ештеңе түсіндіруге зауқым жоқ еді. «Жай, көңілсіз болып кетті», дедім ақырын. «Ал сен қайда жоғалып кетіп жүрсің? Біресе мені үйретем дейсің, біресе 3 күнге жоқ боласың». «Бізді колхоз көмекке шақырды. Таңнан күн батқанша жұмыс істеп жүрміз», деді ол иығын жылыстатып. «Біз деген кім?» «Студенттер мен жоғары сыныптың оқушылары. Ақша жақсы төлейміз деді. Ал студентке ақша әрқашан керек қой». «Мені ешкім шақырған жоқ», дедім таңырқап. «Сен онсыз да пайдалы іс істеп жүрсің ғой. Таң атпай сенің жаныңа барып жүрген балалар күн батқанда әрең сүйретіліп үйлеріне келеді. Шалығып бұзақылыққа да уақыты жоқ. Ата-аналары да уайымдамайды. Сондықтан сен өз орындасың». «Қазір неге келдің?» деді мен терезеге қарап. «Туф, ұмыттырып жібердің ғой», деп күлді Макс. «Саған тумбочка алып келдім». «Қайдағы тумбочка? Мен онда ештеңе сұраған жоқпын ғой. Қайдан алдың оны?» Макс көтеріп көрсетпек болды. «Тәйт, терезеден кіргізбекпісің? Адамдар сияқты есіктен әкел. Әдет қылып алыпсың терезені есік қылып». Макс күрсініп тумбочканы жерге қойды. «Қораларыңнан алдым. Талай жақсы нәрсе босқа шіріп жатыр онда. Сендер сонда бармайсыңдар ғой?» «Бармай қайтеміз? Есікке дейін темір-терсек пен жоңқаға толы. Қыстай соның 6-дан 1-інде шығармадық». «Сендер отын алатын жақ қақпа ғой», деді Макс. «Ал есік ана бүйір жақта, менің ауламнан ашылады». «А, солай ма? Қайдан білек ол жақта есік бар деп ойлағанда жоқпыз». «Болды енді, есігіңді аш», деді көрші жұмсақ үнмен. Сосын ойланып тұрып мысқылдап қосты. «Әлде тумбочканы телепатиялық кіргізесің бе?» «Тумбочкаң сонша ауыр емес қой, саған көмектесетіндей. Өзің көтер». Макс тумбочканы әкеліп, терезе жанына орнатып, оның үстіне теледидарды қойды. Тумбочка тура Ленанкі сияқты, егіздей ұқсас. «Міне, енді жақсы болды», деді ол шын көңілмен риза болып. «Ана сандықтың үстінде тұрған теледидарға қарасам, жаным түршігетін, әркез құлап кететіндей көрінді. Енді міне, орнына келді». «Мүмкін осының бәрін қай жерге қою керегінде айтып жіберерсің», дедім мен қолымды алған техника жағына қарай сермеп. «Оны мен оңай шешем», деді Макс қулана жымиып. Ол дереу кір жуғыш машинаны көтеріп, қойма бөлмесіне қарай сүйреп кетті. «Тұра тұр, онда жазда тұрса жарайды, ал қыста не болады?» «Оған не болмақ», деді ол сабырмен. «Бізде де осындай машина бар. Қысы жазы сол жерде тұрады. Дұрыс істесең, ештеңесі жарылмайды. Қажет болғанда үйге кіргізіп жібітіп аласың да, сосын жуа бересің. Шаң сорғышты да осында әкел». «Ұрлап кетсе қайтеміз?» дедім күдіктене. «Кім ұрлайды дейсің? Егер қорқсаң құлып іліп қой. Міне, мына ілмекте құлып болған. Қайда кетті өзі?» «Сандығымда ілулі тұр», дедім мен. «Ол жерде не істеп тұр? Кешегі сырғаңды соған жасырып жүрсің бе?» «Жоқ, жайғына кішкентай ғой. Бос жүрмесін деп, сән үшін іліп қойғанмын», деп өтірікті шындай қылып айттым. «Бер әкел», деді Макс. Мен құлыпты алып келдім. Ол салтанатты түрде есік ілмегіне іліп қойды. Кері бұрылып бара жатып кенет тоқтап қалды. «Тұра тұр. 1 минут. Сен оны қалай аштың?» «Жайғына туған күнімді тердім. Сосын ол ашылды. Әрине бірден емес, жарты күн әурелендім». «Қалай туған күніңді?» деп таңғалды Макс. «Сенің туған күнің 6 тамыз ба сонда?» «Иә, солай». «Мәссаған», деді ол көзін жыпылықтатып. «Бұл менің әжемнің туған күні. Осында оның туған күні жасырылған», деп құлыпты саусағымен түртіп қойды. Мен енді ештеңеге таңғалмадым. Қолымды бір сілтеп үйге кіріп кеттім. Артымнан Макс үнсіз еріп келеді. Түрінен көрініп тұр, бірдеңені түсінуге тырысуда. «Макс, тынышталшы», дедім мен сабырмен. 6 тамызда туған жалғыз адам деп ойлайсың ба? Бәріне мән беріп астар іздей берме, кейде еш мағына болмайды». Күн нәтижелі өтті. Ақыры бөлме ретке келді. Макс тігін машинамды сандықтың үстіне қойды. Ең қызығы, ол жер оған тура лайық орын секілдеді. Тіпті сол үшін жасалғандай.
Енді сандықтың ішін ақтарып отырудың да қажеті жоқ. Иірім жіптер, біздер мен ілмектер бәрі тумбочканың сөресінде. Маталар сандықта, ал үстінде тігін машинасы. Бәрі өз орнында, бәрі жарасымды. Жиһаздар реттеліп болған соң Макс бөлмені қожайын көзімен шолып шығып, ойлана сөйледі. Тағы бір нәрсе қалды. Антеннаны сыртқа шығару керек. Қазір уақытым жоқ, бірақ кейін баспалдаға алып келіп бәрін істеп берем. Терезеден кішкене тесік бұрғылап кабель өткізем. Сол кезде шатырға да шығып көрейін, не бар екен қарайын. Сол сәтте денемнен суық жүріп өткендей болды. Ішімді түсініксіз үрей билеп, қорқыныштан денем тітіркеніп кетті. Жоқ, қажет емес антенна. Шатырға да шықпа. Маған бәрі осылай жақсы, деп айқайлап жібердім. Неліктен бұлай қорыққанымды өзімде түсінбедім. Бірақ ішімнің тереңінде бір ауыр сезім тұрды. Егер Макс антенна ілуге кіріссе, міндетті түрде шатырға шығатыны анық. Ал егер ол шатырға шықса, бір жамандық болары сөзсіз. Солай себепсіз болса да, анық сезіндім. Бақытыма қарай, Макс менімен дауласпады. Менің ішкі түйсігіме ол әрдайым сенетін. Әжесінің тәрбиесі ғой. Қажетсіз сөз айтпайтын, тек қабылдайтын. Сөйтіп, антеннаны бұрынғы орнына қойып, екеуміз де көңілімізді тыныштандырдық. Құрметті тыңдармандар, егер әңгіменің басында лайк басып үлгермесеңіздер, әлі де кеш емес. Арнаны қолдап лайк басып жіберуіңізді сұраймын. Кешеден бері сіздің пікірлеріңізді оқып, өзім шаттанып қуанып қалдым. Шабыттандырып жатқан жандарға мың да бір алғыс. Келесі бөлім ертең салынады.